Қайырлы күн ұстаздар, сіздермен ұстаз KZ. Бүгін сіздермен 3D презентацияның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең әуелі Google'дың іздеу жолағына Amaze деп жазамыз. Бірінші сілтемеге өтеміз. Бізде осындай бет ашылады. Өздеріңіздің почталарыңызды тіркеп кіре аласыздар. Мен бұл сайтқа тіркелгем, сол үшін менде мына жерде почтам жазулы тұр. Және де перевести на русском деп өзгертіп алсаңыздар болады. Сіздер бұл сайтта презентация, веб-сайт және де түрлі басқа да дүниелерді жасап шығара аласыздар. 3D презентацияның жасалу жолын көрсетейін. Создавать батырмасын басамыз. Осы жерден презентация, сайт, блог, электронды открытка, фотомонтаж жасауға болады. Ең әуелі біз презентацияны жасап көрсетеміз. Осы жерден түрлі категорияларды таңдап аласыздар. Мысалы, мен образованияны таңдап алдым, және де бізге 3D форматта керек. 3D-ні таңдаймыз. Бізге осындай әртүрлі 3D форматтағы шаблондарды ұсынады. Өзімізге ұнағанын таңдап аламыз. Мына біріншісіне кіріп көрейік. Play-ді басамыз. Неке бізге осындай 3D форматтағы презентацияны ұсынды. Келесі бетті өтіп көрсетеді. Осындай бет түседі. Келесі осындай бет шығады. Келесі полкадағы осындай бет шығады. Сіздер бұл 3D презентацияның ішіне әртүрлі сабақтарды немесе конкурстарға, курстарға барғанда өзіңіз туралы ақпараттарды жасап барсаңыз, өте күшті шығады. Осы презентацияларды енді редактировать бөліміне өтіп, өзіңіздің қалауыңызша өзгертіп алуға болады. Өзіміздің қалауымызша өзгерту үшін мына жерде тұрған редактировать кнопкасын басамыз. Төбеде тұрған. Бізде осындай бет ашылады. Яғни презентацияның ең бірінші бетін сізге әкеліп береді. Осы жердегі сөздерді өзгертіп аласыздар. Төбеде тұрған әртүрлі құралдар, яғни текст жазатын болсаңыз, сурет енгізетін болсаңыз, немесе видео енгізетін болсаңыз, осыларды пайдаланып жасай бересіз. Осы жерге мен қазір өзімнің мектебімнің атын жазайын. Артындағы суретті өшіріп тастауға болады, және де осы артық сөздерді алып тастауға болады. Өзіңіздің қалауыңызша түрлі фигураларды, суреттерді енгізіп қоясыздар. Мысалы, келесі сурет бөліміне өтеміз. Өзіңіздің компьютеріңізден, ноутбуктан немесе интернеттен іздеп, осы жерге сурет қоясыздар. Мысалы, мен қазір интернеттен іздеп қоямын. Школа деп жаздым. Әртүрлі мектептің суреттері шығарды. Осы жерден өзіме ұнаған суретті қойып көрсетемін. Мысалы, осы суретті алып көрсетейін.
осылай астына қойып қоя аласыздар, немесе басқа жерге қойғыларыңыз келсе ауыстырып қоя бересіздер. Келесі осы кнопканы басып төбедегі келесі слайдқа өте аламыз. Келесі слайдтың бетінде тура осылай өзгертіп, өзіңіздің қалауыңызша жасап ала аласыз. Келесі кнопканы басып, келесі слайдты шығарып береді. Бұл жерге де өзіңіздің қалауыңызша өзгерістер енгізе аласыз. Келесі бізде үшінші тұрған ол видео енгізу нұсқаулығы. Осы жерді басып, YouTube-тан видео сілтемесін қоюға болады, немесе өзіңіздің ноутбугыңыздағы музыка немесе видеоны енгізіп көрсетсеңіздер болады. Келесі үшінші слайдқа өтейік. Осы бетті де сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша өзгерте аласыздар. Және де шрифтті үлкейту, кішірейту, түрлі шрифттерді пайдалана аласыздар. Түрлі фигураларды осы жерден істеп қоюларыңызға болады, немесе өшіріп тастай аласыздар. Осы жерден келесі слайдқа өтіп, осы бетті де өзгерте аласыздар. Тағы да слайд қосқыларыңыз келсе, осылай кнопканы басып төбедегі өзгертіп отыра аласыздар. Келесі бізде сақтау. Яғни сақтау бұл жерде өзіңіздің ноутбугыңызға тікелей сақталмайды. Бұл сайттың бір минусы осы болып тұр. Бұны поделиться бөлімін басып, осы жерді басып, emailға, Gmailға немесе Telegramға жіберу арқылы сақтай аласыз. Немесе WhatsApp-тан группаларға жіберу арқылы сақтай аласыздар. Болмаса өзіңізге ссылка осылай копировать етіп Google-дың іздеу жолағына осылай енгіземіз. Сол кезде сіздердің жасаған слайдтарыңыз сразу шығып тұрады. Осылай түрлі конкурстарға немесе мектептік іс-шараларға көрсетіп отырсаңыздар болады. Мінекей біздің жасаған слайдымыз қазір шығады. Бүгінгі видео пайдалы болды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, комментарийға сұрақтарыңызды жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен ұстаз KZ.